оқушылар, бүгін рационал сандарды көбейтудің терімділік және ауыстырымдылық қасиеттерін түсіндіретін боламын. Рационал сандар деп отырғанымыз алдында өтілді, иә? Рационал сандар бөлшек түрінде берілуі мүмкін, ондық бөлшек түрінде берілуі мүмкін. Яғни бізде көбінесе бөлшек түрінде берілген сандарды біз рационал сандар деп түсіндіреміз. Яғни ауыстырымдылық заңында біріншінде көбейткіштердің орнын ауыстырғанымен көбейтудің мағынасы өзгермейді дейді. Мысалға 3 көбейтілген 2, 2 көбейтілген 3, екі жағдайда да бәрібір 3 шығады. Сол себепті бұл ауыстырымдылық заңын біз көбейтуде көп пайдаланамыз. Сосын мына жерде екіншісінде рационал сандарды көбейтудің терімділік заңы дегеніміз бар. Ол терімділік деген сөз көбейту процесінде қай сандарды көбейткен ыңғайлы. Мысалға бізде мынандай сандарды берілсе 2 көбейтілген 3 көбейтілген 5, иә? Енді біз бірінші 2 мен 3-ті көбейтеміз. 2 мен бірінші 5-ті көбейтейік, сол тиімді болады. Екеуін көбейтетін болсақ 10 болады, 10-ды 3-ке көбейтетін болсақ, яғни мына екеуін көбейтіп, басында былай тұрған жақша. Енді 6-ны 5-ке көбейткеннен қарағанда, бірінші 2 мен 5-ті көбейтіп алып, сосын барып 3-ке көбейткен сол тиімді. Яғни теріп орындарын ауыстырып көбейту дегенді білдіреді екен. Енді мына жерде бірінші мысалға келетін болсақ, не болып тұр бізде? 3 көбейтілген минус 4,2, иә? Енді 3-тің таңбасы бізде 3-тің таңбасы плюс болып тұр, 4,2-ның таңбасы минус болып тұр. Енді екеуін көбейтетін болсақ, онда плюс пен минусты көбейтетін болсақ, бізде не болатын еді? Минус плюсті көбейткен кезде бізде минус шыққан, иә? Немесе плюс бірінші жазылып, екінші минус тұрса да, бәрібірде бізде минус. Сонымен таңбасы минус болады. 4,2-ні 3-ке көбейткенде қалай көбейтеміз, солай орындай саламыз. 4,2 көбейтілген 3. Екеуін көбейтсек 6 болады. Мына екеуін көбейтетін болсақ, бізде 12 болады екен. Енді үтірін қайырамыз. 3-тің таңбасының артында бізде үтір жоқ. Сол себепті 4-тен кейін, үтірден кейін бір сан тұр. Онда біз артынан санаймыз, үтірді қайырамыз. Сонда 12,6 болады екен. Екінші мысалға қарайтын болсақ, бұл жерде бізде қандай сандар берілген? Тоқталайық. Мысалға бізде 3, сосын минус көбейтілген 1,2 көбейтілген минус 5. Бірінші таңбаны жұмыс жасалайық таңбамен. Бізде 3-тің таңбасы плюс болып тұр. Плюс пен минусты көбейтетін болсақ, бізде не болады? Минус болады. Минусты көбейтетін болсақ, минус пен минусты көбейтетін болсақ, бізде плюс болады екен. Яғни бізде таңба плюс. Плюс деп жазсақ та болады, немесе жазбай бірден қалдыра салсақ та болады. Онда қате емес, өшіре салсақ та болады. Плюс таңбасын жазбай-ақ есептей беруге де болады. Енді қалай көбейтеміз? Біріншінде көбейтетін болсақ, 3 пен 1,2-ні көбейтіп, 3,1, сосын барып 5-ке көбейтуге болады. Немесе 1,2-ні 5-ке көбейтіп, сосын 3-ке көбейтуге болады. Немесе 3 пен 5-ті көбейтіп, сосын шыққан санды 1,2-ге көбейтуге болады. Қай сандарды көбейткенімізге тиімді, солай есептесек болады екен. Енді мысалға мына жерде біз бірінші мына екеуін көбейтіп алайық. Мына екеуін көбейтетін болсақ, бізде 3,6 таңбасын біз алдын ала ажыратып алғанбыз. 3,6-ны 5-ке көбейтеміз. 3,6-ны 5-ке көбейтетін болсақ, онда бізде 36, 3,6-ны 5-ке көбейткенде, ояғына 36 5-ке қалай көбейтеміз, солай көбейте салуға болады. Так, мына жерде alt жердегі
бесіміз қанша болады біздің? Алты жердегі бесіміз қанша болады бізде? Так, 0, 0 үші ойда. Екеуін көбейтетін болсақ, неше болады? Үш жердегі бесіміз 15, ойдағымен 18 болады екен. Енді үтірден кейін бір сан қайырамыз, значит бізде 12. Сонда біздің жауабымыз бұл жерде 18 болып шығады екен. Жауабы 18. Сұрақтарың болса, комментарияға жазып кетіңдер. Болмаса, маған WhatsApp-қа шығуларыңызға болады. Енді мына жерде көбейтудің ауыстырымдылық және термелік қасиеттерін пайдаланып есептеңдер дейді. Енді бірінші мысалға қарайық. Бірінші мысалда қазір көрсетемін. Бірінші мысалда біз бірінші екі бөлшекті көбейтіп алайық, сосын 7-ні көбейтейік. Ал кеттік біріншісінде минус 4-тен 3 көбейтілген 7 көбейтілген минус 1,3-тен 1 есептейміз. Минус 4-тен 3 көбейтілген минус 3. 3 пен 1-ді көбейтеміз, 3 болады, қосамыз, сонда 4 болады екен. Сосын 7. Нарда минус бар. Қысқартып жібереміз. Бұл жердің барлығында көбейтіндіден минус көбейтсек плюс болады. Барлығында 1 болып тұр. Сонда бізде 1 болады. 1-ді 7-ге көбейтетін болсақ, бізде 7 болады екен. Енді 5-ші есепті есептейік. 5-ші есепте 2 бөлшекті көбейтеміз де шыққан санды минус 13-ге көбейтеміз. 5-ші есеп. 8-ден 3 көбейту 3. Енді яғни мынаны көбейтіп аламыз. Яғни 2 мен 3-ті көбейтіп алсақ, 6-ға 2-ні қоссақ 8 болады. Сосын минус 13-ке көбейтеміз. Қазір таңбасын ажыратамыз. Сосын 8 пен 8, 3 пен 3 қысқарып кетеді. Бұл жерде 1 қалады. 1-дің таңбасы бізде плюс, 13-дің таңбасы минус. Сонда минус 13 болады екен жауабында. Енді тағы да қай сан мен қай санды алсақ, қай есепті алсақ екен? Үшінші есепті алайық. Үшінші есепте минус 9-дан 5 минус 11 көбейтілген 1-ден айналдыратын болсам 5. 5 пен 1-ді көбейтемін, 5 қосамын, сонымен 9 болады екен. Енді минусты көбейтетін болсақ плюс болады, таңба плюс болады. Бізде есептің жауабында оң таңбалы сан шығайын деп жатыр. Көбейтілген 11. Мен ауысарып кетеді, мен ауысарып кетеді, 1 болады, 1-ді 11-ге көбейтеміз, 11 болады екен. Енді келесі есепті шығарайық. Келесі есепте көбейтіндінің табыңдар дейді. Көбейтінді қалай табамыз? Бірінші есепке тоқталайық. Бірінші есепте 5-дің таңбасы плюс, 4-аның таңбасы минус. Минус алдындағы коэффициенттер көбейтіле салады, 20а болады екен. Ары қарай кеттік. Минус 3, 4-дің таңбасы плюс, 3-дің таңбасы минус, екеуін көбейте саламыз. Минус 12х болады екен. Енді есепті шығарайын. Коэффициенттерді көбейтеміз. 2 теріс сан бізде оң санды береді екен. Сонда 7 жердегі 8-ім қанша? Неше болады? 56 бола ма? 56 бола ма? Екеуін көбейтсек бізде 56 болады. 56-ның таңбасы бізде плюс болады. Сосын м-ді көбейтіп жазып қоя саламыз. Енді ары қарай кеттік. Енді мына жерден 9-шы есепті көрсететін болсам,
5 пен минус 3-ті көбейтеміз. Минус 15 болады. Сосын дақынарда минус к деп қоямыз. Минус-ті көбейтетін болсақ, бізде плюс болады екен. Сонда 15 к болады екен. Қай есепті шығарарымыз тағы да? Так. Енді 8-ші есепті шығаратын болсақ, 8-ші есепте 7 таңбасы плюс, 2 таңбасы минус, 2-ін көбейткен кезде минус таңба түседі, минус 14 n болады екен. Енді мына есепті қарастырайық. 506-ші есептің қайсысын қарастырсақ екен? Давай, 3-шісін қарастырайық. Бізде көбейтудің ауыстырымдылық және терімділік заңын пайдаланайық дейді. Онда біз мына бірінші 2 бөлшекті көбейтіп алсақ болады. Немесе мына 2-ін көбейтсек болады. Қайсы ыңғайлы, біз соны жасай береміз. Бірінші біз онда мына бөлшекті жазып қоямыз. Таңбасын ажыратып алайық. Бірінші минус болып тұр. Минус-ті көбейтсек плюс болады. Плюс пен минусты көбейтетін болсақ, бізде минус болатын болса, үшеуінің алдында минус болатын болса, минус-ті көбейткен кезде плюс болады, нарда минус болады. Плюс пен минусты көбейтетін болсақ, минус болады екен. Сонда таңба бізде минус болады екен. Енді бірінші біз минусты жазып қойдық. 8-ден 7-ні жазып қояйық. Енді мына екеуін көбейту жұмыстарын жүргізейік. 5 пен 25 қысқарып кететін яқта 5 болады. Мына мен мынау қысқарып кетеді. Яқта 4 болады. Көбейтілген 5-тен 4. Енді тағы да қысқарту жұмысын жүргізейік. Екеуі де 4-ке қысқарады. Яқта 1 болады, яқта 2 болады. Сонда минус екеуін көбейтеміз, 10 болады. 10 екеуін көбейтеміз, 7 болады екен. Енді біз екінші есепті қарастырайын. Екінші есепте енді біз былай жасайық. Мына екеуін көбейтейік, сосын барып мына соңғы санға көбейтеміз. Онда бірінші таңбаны ажыратып алайық. Минус, плюс, минус болып тұр. Онда бұл таңба минуспен плюсті көбейткен кезде минус болады. Минуспен минусты көбейтсең плюс болады екен, таңба плюс болды. Ал кеттік. Енді мына мен 5 пен 10-ды қысқартайық, 2 болады. 6 мен 9-ның бөлгіштері 3. 9-ды 3-ке бөлеміз, 3 болады. 6-ны 3-ке бөлеміз, 2 болады екен. Енді бізде 2 сандарды көбейткен кезде не шықты? 2 мен 2 қалды. Ол бізде 4-ті береді екен. Мына арада алымында 3 қалады екен. Көбейтілген 3-тен 2 болады екен. 3 пен 3 қысқарып кетеді. 2 мен 4 қысқарады да 2 болады. Нарда 1 болады. Сонымен бізде 2-ден 1 болады екен. Енді 4-ші есепті қарастырайық. 4-ші есепте былай есептейік. Бірінші таңбасын ажыратып алайық. Минус, плюс, минус болып тұрса, енді мына екеуін көбейткен кезде бізде минусты береді. Минус пен плюсті көбейтсең минус болады. Сосын минус пен яқтағы плюсті минусты көбейтетін болсақ, минус болады. Мына жақта минус шықты, мына жақта минус шықты. Минусты көбейтетін болсақ, бізде міндетті түрде не шығады? Плюс шығады екен. Енді былай жасайық. Бірінші мына 2 санды көбейтеміз ба? Қалай сандарды көбейтейік? Жазып алайық, сосын қысқарта береміз. Кеттік. 44, 25, көбейтілген 100, 163, 22-де 45, 45-ке қатынасы көбейтілген
көбейтілген бізде шамалы қозғалып кетті қазір. Көбейтілген мына жерде так, бөлімі 7 болады. 2 мен 7-ні көбейтсек 14, 14-ті 2-ге қосатын болсақ неше болады? 16 болады, я? 16 болады екен. Енді қысқарту жұмыстарын жүргізейік. Так, 25 пен 100 қысқартайық. 25-дің ішіне 104 рет kesеді. Мынаяқта 1 рет болады. 22 мен 44 пен 22-ні қысқартайық. Мына жерде екеуінде 2-ге бөлетін болсақ, мына арада 11-ге қысқартайық та, ортақ бөлім 11 болады. 11-ге қысқартсақ, мынаяқта 2 қалады. Мынаяқта неше болады? 4 болады. 4 болады екен. Енді 63 пен 7-ні қысқартайық. 63-ті 7-ге бөлетін болсақ, бізде 9 болады екен. 9 болады. Так, мынаяқта 1 болады, я? Не қалды, соны жазып алайық. Бөлшек 4 көбейтілген 4. Я, сосын не бар бізде? 45 қалды. 45 қалды. Сосын 9 қалды. Көбейтілген 2 қалды. Көбейтілген 16. 4 пен 4-ті көбейтетін болсақ, бізде 16 болады. 16 мен 16-ны қысқартып жіберейік. 9 пен 5-ті екеуінде 9-ға қысқартып жіберейік. 9-ға қысқартып жіберетін болсақ, бізде 5 болады. Сонымен біздің жауабымыз 5-тен 2 болады екен. Так, енді осы сабағымыз осы жерден түсінікті болды деп ойлаймын. Оқушылар, түсініксіз болса, менің жекеме шығып сұрауларыңызға болады. Номерім астында белгіленген.